Саламатсыздар ма, студенттер? Бұл әлеуметтік педагогика курсы. Бүгінгі тақырып әлеуметтік педагогика пәніне кіріспе. Мақсаты әлеуметтік педагогиканың ғылым ретінде анықталуын түсіндіру, мақсат міндеттерін айқындау. Дәріс мазмұны әлеуметтік педагогика ғылым ретінде дамуы, әлеуметтік педагогика мақсат міндеттері, әлеуметтік педагогиканың объектісі пәні. Қазіргі кезде жеке тұлға мен қоршаған орта арасындағы қарама-қайшылықтар мен өзара қарым-қатынас заманы, тұлғаның отбасылық, азаматтық, діни, құқықтық, әлеуметтену процестері белсенді түрде іске асырылып отырған кезең. Адам тұлғасына осылайша мақсатты түрде әсер ету әлеуметтік тәрбие деп аталады. Әлеуметтік педагогика тәрбие үрдісін тұлғаның әлеуметін теориялық және қолданбалы тұрғыдан алып қарастырады. Белгілі ресей ғалымы Мудриктің айтуынша, әлеуметтік педагогика барлық жастағы және әлеуметтік категориядағы адамдардың арнаулы ұйымдарында жүргізілетін әлеуметтік тәрбиесін қарастыратын педагогиканың бір саласы. Әлеуметтік педагогиканы ғылым ретінде сипаттау үшін оның объектісін және пәндерін анықтап алу қажет. Қазіргі күнде әлеуметтік педагогиканың объектісі мен пәнін анықтайтын 4 негізгі тұрғы бар. Бірінші тұрғы педагогикалық. Бұл тұрғының негізгі көзі әлеуметтік педагогика. Бұл педагогиканың бөлігі. Сондықтан да әлеуметтік педагогиканың объектісі және пәні объектісімен бірге және әлеуметтік пәнін анықтайды. Әлеуметтік педагогиканың объектісі бала, пәні баланың әлеуметтену заңдылығы. Педагогикалық тұрғыда әлеуметтік педагогика баланы қоғамға енуін, оның әлеуметтік дамуын зерттесе, ал педагогикалық тұрғыда қоғамның өзі қаралмайды. Егер де қоғамда тәрбиелік потенциал болған жағдайда, балаға қоғам соншалықты нәтижелі әсер еткен жағдайда қаралады. Екінші тұрғы әлеуметтік. Әлеуметтік педагогика бұл социологияның бөлігі. Сондықтан да объект анықталады. Әлеуметтік педагогиканың объектісі социум. Әлеуметтік педагогиканың пәні қоғамда әлеуметтендіруші күш. Әлеуметтік тұрғыда әлеуметтік педагогика педагогикалық ортаға енеді. Әлеуметтенуде баланың әлеуметтенуіне көп көңіл бөлінбейді. Үшінші тұрғы бұл әлеуметтік педагогика механикаға ауысады. Басқа білім ғылымдарына араласады. Ең алдымен педагогика және социология. Бұл білімдер әлеуметтік педагогиканың терминдер мен түсіндірумен өңделмейді. Олар жеңіл түрде бір-бірімен байланысады. Сол уақытта осы тұрғыда бала орта деген толық картина құрылады. Төртінші тұрғы қайта дүниеге келуші жаңа әлеуметтік педагогика. Барлық негізгі тұрғылар біріктіріледі. Яғни педагогикалық, әлеуметтік педагогикалық тұрғылар біріктіріледі. Әлеуметтік педагогика мыналар енеді. Баланың педагогикалық әлеуметтік дамуы, педагогикалық орта және әлеуметтік жұмыс педагогикасы. Бұл тұрғыда әлеуметтік педагогиканың объектісі баланың және қоршаған ортаның өзара қарым-қатынасы. Пәні баланың және қоршаған ортаның өзара қарым-қатынасқа заңдылығы. Әлеуметтік педагогикалық тұрғыда шыға отырып, әлеуметтік педагогика ғылым ретінде негізгі функцияларға қатысады. Бірінші теориялық таным функциясы. Бала әлеуметтік дамуы, жүйеленуі және білімді синтездеуі, қоршаған ортамен қарым-қатынасы және өзара қарым-қатынас әсері. Екінші қолданбалы әлеуметтік қажеттілікті баланың әлеуметтік педагогикалық шығармашылық технологиясын, әдістерін өңдеу. Үшінші гумандық функция. Әлеуметтік педагогиканың құндылығы және бағыттылығын анықтау. Баланың және қоршаған ортаны объект пәні ретінде өзара күрделілігі әлеуметтік педагогикада әлеуметтік педагогиканың басқа ғылымдармен, соның ішінде бірінші орында қоғамдық ғылым және адам туралы ғылымның өзара күрделілігін, тереңдігін анықтайды. Мысалы, әлеуметтік педагогика философиямен тығыз байланысты. Әлеуметтік педагогиканың негізінде гуманистік философия идеясы адамның үлкен құндылықтары туралы түсінік жатыр. Әлеуметтік педагогикада философияның жан-жақты категорияларын түсіну қажет. Адам туралы әлеумет, бостандық, гуманизм, әлеуметтік әділеттілік, әлеуметтік педагогика тарихымен байланысты. Ең алдымен қоғамның әлеуметтік құрылымдарының тарихы, білім мекемелерінің жүйелік даму және әлеуметтік қызметтермен байланысты. Тарихи дамуды объектісі ретінде қарай отырып, әлеуметтік педагогиканың құбылысын және тенденциясын заңдылықтарын ашады. Әлеуметтік педагогиканың әдіснамалық негіздері білімдердің теориялық қызметтері негізінде құрылады. Бұл мынандай ғылымдармен философия, әлеуметтану, педагогика, психология, әлеуметтік психология, әлеуметтік жұмыс, этнография, медицина және тағы басқа тығыз байланысты болады. Сондай-ақ әлеуметтік педагогиканың әдіснамалық негіздері әлеуметтік педагогика іс-әрекеттерінің ғылыми танымдық тәсілдерінің мақсаттарын
ұйымдарының жұмыс түрлерінің, үрдістер құрылымының тағы басқа ұйымдастырылуы мен жүргізілуінің әдіс-тәсілдерінің жиынтықтарынан тұрады. Әлеуметтік педагогиканың негізгі категориялары жалпы іргелі түсініктерден, негізгі құрылымдардан тұрады. Бұлар жататындар: әлеуметтік педагогикалық үдеріс, әлеуметтік педагогикалық іс-әрекет, әлеуметтік даму, әлеуметтік тәрбие, әлеуметтік бейімделу, әлеуметтену, әлеуметтік реабилитация, түзету және тағы басқа. Әлеуметтік педагогиканың мақсаты тұлғаны әлеуметтік қалыптастыру, әсіресе мүмкіндігі шектеулі, ерекше қажеттілігі бар адамдар, тағы басқа. Әлеуметтік педагогиканың пәні әлеуметтік педагогиканың үрдіс, тәжірибелік іс-әрекеттерді зерттеу әдістері. Бұл аталған әлеуметтік педагогиканың толық мазмұны ашпайды, сондықтан әр тарау оны толықтырып отырады. Әлеуметтік педагогиканың мазмұны оның қызметімен және сол қызметтің түрлі бағыттылығымен анықталады. Әлеуметтік педагогиканың қызметтеріне танымдық, ғылымилық, диагностикалық бағалаушы, жобалық перспективалық, түсіндіруші, бейімдеушілік, қайта өңдеу, түзету, реабилитациялық, мобилизациялық, алдын алу, білімділік, бағыттаушы қызметтері жатады. Жалпы алғанда педагогикалық міндеттері теориялық, тәжірибелік болып екіге бөлінеді. Іс-әрекеттің тармақтарына байланысты әлеуметтік педагогикалық міндеттері төмендегідей: партиялардың, ұжымдардың, мемлекеттік іс-әрекеттердің әлеуметтік педагогикалық бағалау және сараптау. Екінші, ортақ факторлардың өсіп келе жатқан тұлғаға, топқа тигізетін әсерлерін зерттеу. Үшінші, әлеуметтік педагогикалық міндеттерді шешуде адамдардың тәрбиелеудің және дамытудың әлеуметтік ортадағы факторларын қолдану. Төртінші, жеке факторлардың тұлғаға тигізетін әртүрлі ерекшеліктерін зерттеу. Мысалы, отбасы, жалпы коммуникациялық құралдары тағы басқа. Әлеуметтік тәрбиенің міндеттеріне келетін болсақ, бірінші, жеке тұлғаларды, жеке категорияға жататын адамдарды және әртүрлі топтарды әлеуметтік тәрбиелеу жағдайларының мазмұны мен тәсілдерін зерттеу. Екінші, отбасы жағдайларында тұлғаның әлеуметтік тәрбиелену ерекшеліктерін зерттеу. Үшінші, отбасы білім беру мекемелерінің түрлі типтеріндегі әлеуметтік тәрбиелеу жағдайын зерттеу. Төртінші, шетелдік әлеуметтік тәрбиелеудің зерттеу және оған бейімдеу. Кейбір жағдайларда әлеуметтік жұмыс пен әлеуметтік педагогикалық мақсаты, объектісі, пәні ұқсас болып келуі мүмкін, бірақ олардың салыстырмалы түрде ажыратуға болады. Жалпы әлеуметтік педагогика бұл жеке немесе бір топ адамдарының әлеуметтік қажеттіліктерінен туындаған тәрбиелеу және оқыту тәжірибесі. Аталған топ реабилитацияға, емдеуге немесе әлеуметтенуге мұқтаж адамдар тобы. Әлеуметтік педагогика жалпы және салыстырмалы педагогика тарихына сүйене отырып қызмет етеді. Жалпы педагогиканың бірнеше салалары: мектепке дейінгі педагогика, мектеп педагогикасы, кәсіби білім беру педагогикасы, жабық мекемелер педагогикасы, балалар және жасөспірімдер ұйымдарының педагогикасы, әскери педагогика, әлеуметтік жұмыс педагогикасы, тағы басқа. Әлеуметтік педагогиканың құрамдас бөлігі болып табылады. Әлеуметтік педагогика білім беру әлеуметтенуімен, тәрбие әлеуметтенуімен, педагогикалық және әлеуметтік психологиямен, басқару психологиясымен, философиямен және тағы басқа ғылым салаларымен пәнаралық тығыз байланыста келеді. Қазіргі заманда әлеуметтік педагогиканың ерекшелігіне оның гуманистік бағыттағы балаға деген бірыңғай талаптармен қатар, тәрбиеші мен бала арасындағы сый-құрмет пен әріптестігі, шығармашылық бірлестігі, достық пен тең қарым-қатынасы жатады. Әлеуметтік педагогиканың қоғамдық мәні қиын, қайғылы жағдайларға душар болған адамдарға, отбасыларына, балаларға көмек көрсету, оларға өмірден өз орнын табуға, өз мүмкіндіктерін мен қабілеттерін ынтасы мен негізінде одан әрі дамуына жәрдем ету. Әлеуметтік педагогика педагогикалық, әлеуметтік тәрбиелік және білім берушілік тұрғыдан өзіндік ерекше әдістері бар дербес сала. Әлеуметтік педагогиканың әдістері тұлғаның өзін-өзі жетілдіруіне, өзін-өзі тәрбиелеуі мен дамуына бағытталған. Әлеуметтік педагогика ғылымның бір өзегі ретінде белсенді дамып жатқан, балалық шақта туындаған мәселелерді шешуге бағытталған жаңа әлеуметтік мамандандырылған сферасы үшін берік ғылыми іргетасы қалауымен педагогика ғылымдар жүйесінде мәртебелі орын алған педагогиканың белгілі бір саласы. Соңғы жылдары Қазақстанда балалар мен отбасылардың әлеуметтік денсаулығының, қиын жеткіншек жастағы балалардың әлеуметтік реабилитациясын проблемаларын шешу орталықтары құрылған. Сонымен қатар балалар мен жеткіншектердің психологиялық педагогикалық кеңес орталықтарының, жоғары оқу орындарында әлеуметтік педагогикалық мамандығының ашылуы, әлеуметтік педагогика саласының
дамып келе жатқандығын көрсете алады. Әлеуметтік педагог дегеніміз бұл педагогтың жаңа түрі, онда педагогтың балаға, баланың педагог деген жаңа қарым-қатынасы көрінеді. Әлеуметтік педагог балаға көңіліне ешқандай қаяу келтірместен оның барлық проблемаларын шешуге тырысады. Әлеуметтік педагогқа қойылатын негізгі талаптар баланы жақсы көру, оптимизм, қайырымдылық, коммуникативтік гуманизм, өз көзқарасын қорғай алу және тағы басқа. Ол қоғамның экономикалық, саяси және әлеуметтік талаптарын меңгеріп, оларды қолданысқа ендіре алады.